Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін жұмыртқа қабығының пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, фосфор, темір, калий, магний және кремнийден тұрады. Канада, ақш және Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтыны дәлелденген. Жұмыртқа қабығының ұнтағын жүкті әйелдер, балалар және ересектер кальций жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады. Зиянды холестерин деңгейі азаяды. Зат алмасу процесі қалпына келеді. Қалқанша безі ауруларын алдын алады. Гастрит жазылады. Қан тазарып, балалардағы рахит пен анемияның алдын алады. Аллергия емделеді. Шаш пен тырнақ қатаяды. Безеуі шықпайды. Жүйке жүйенің қызметі жақсарады. Алайда ұнтақ кейбір ауруларды емдейтін дәрі-дәрмектің орнын баса алмайды. Бірақ ағзаға аурудан айығуға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, жұмыртқа қабығының ұнтағын әзірлеуде тек үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған жөн. Жұмыртқадан ұнтақ әзірлеу тәсілі. Жұмыртқаны ішіндегісін тазартып, жұқа пленкасын алып тастау керек. Қабықты жуып 5 минуттай қайнатыңыз. 5-6 сағат кептіріп, майдалау қажет. Ұнтақты қараңғы жерде және шыны ыдыста сақтаған дұрыс. Сондай-ақ піскен жұмыртқа қабығынан да ұнтақ дайындауға болады. Қолдану әдісі. 7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай қасық ұнтақ беруге болады. Ал 14 жастан жоғары және ересектер күніне 1-2 шай қасық мөлшерінде қабылдау керек. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.